енді мегаполис атануға үміткер қалаларға кезек келген сияқты. Сонымен мен Ақтөбедемін. Қазіргі уақытта халық саны бойынша Ақтөбе елімізде 4-ші орын алады. Халық санының жылдам өсуіне байланысты үкімет қаланың миллион халқы бар мегаполис мәртебесін беру үшін әлеуметтік экономикалық даму жобасын әзірлеген. Бұл қалада 500 000 адам тұрады. Қаланың ауданы 297,39 шаршы километр. Климаты шұғыл континентальды. Мен Ақтөбеге 17 ақпанда келдім. Алматы мен Ақтөбенің ауа райындағы айырмашылық айтарлықтай білінеді. Алматыда күн 20 градус жылы болса, батыс қаламызда керісінше 25 градус нөлден төмен. Ал уақыт айырмашылығы 1,5 сағат. Таңата қаланы аралауға шықтым. Көшелерді қар борап тастаған. Ұйтқып жел соғады. Ақтөбе жалпы жинақы қала көрінеді. Еліміздің кей қалаларында көретін жұпыны үйлер мұнда аз екен. Ең бірінші көзіме түскені жаңа үйлер көп, және ескі үйлердің сыртын әдемілеп қаптап бояп қойған. Осы кезде есіме Шымкентке сапарым түсті. Ол жақта тұрғындар жаңадан салынған үйлердің сапасына шағымданған еді. Қабырғалары үгітіліп жатқан үйлердің сыртын жалтыратып, қаптап бояп қойғанын айтқан еді. Мұнда тұрғындар жаңадан салынған үйлердің сапасына шағымдана қойған жоқ. Тағы бір байқағаным, Ақтөбенің аспанынан әскери ұшақ көп ұшады екен. Сөйтсем, бұл ұшақтар Қазақстандағы жалғыз әуе қорғаныс күштері әскери институтының ұшақтар екен. Институт Кеңес одағының 2 мәрте батыры Талғат Бигелдиновтың атында. Оқу орны 1974 жылы ашылған. Инженер ұшқыш, инженер психолог, жалпы инженер және тағы басқа мамандықтар бойынша авиация кадрларын даярлайды. Институт Әлия Молдағұлова көшесінің бойында. Ақтөбеде Әлия Молдағұлова атындағы саябақ бар. Мен енді сонда бет алдым. Менің артында тұрған аллея 2-ші дүниежүзілік соғысы ардагерлерінің құрметіне қойылған екен, солардың есімдері жазылған екен. Алайда бұл аллеяда мен әлі ешқандай қазақ батырының атын көрмедім. Бұл Әлия Молдағұлова саябағында орналасқан аллея. Мен Әлия Молдағұлова саябағына келдім. Кеңес одағының батыры Мерген апамыз 1925 жылы Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Ілия. Анасы 33-ші аштық жылдары кісі қолынан қаза тапқан. Әкесі Нұрмұхамбет байдың баласы деп қуғынға ұшыраған. Содан Әлияны нағашысы Әбубәкір Молдағұлов бауырына басады. Әлия нағашысының тегін алған. Соғысқа аттанғанда батыр апамыз бар жоғы 17 жаста болды. Мен Әлияның туған ауылына бармақшы едім. Өкініштісі боранның кесірінен ауылға жол жабылып қалыпты. Ақтөбеге келесі сапарымда Әлия Молдағұлова апамыз туралы толығырақ ақпарат берем. Әзірге қаланы аралауды жалғастырайын. Атырауда Фариза есімі кең тараған болса, Ақтөбеде Әлия есімі ең көп кездесетін есімдердің бірі екен. Әлия базарының ішінде жүрмін. Шынында кең екен. Әлия базары заманауи, жинақы, тауарлары сапалы екен. Тауар бағасы Алматымен шамалас көрінді. Мынау главный көше. Әбілқайыр хан деп аталатын көше. Жалпы Ақтөбе халқы өте ашық жарқын, әңгімешіл, эмоцияларын жасырмайтын тік мінезді көрінді. Тіпті такси жүргізушілерінің өзі рөлде отырып, жолда ереже бұзған көліктерге ұрсып отырады екен. Бірақ Шымкенттегідей көліктің ішінде темекі шегіп, жылдамдықты асырып, ереже бұзбады. Бірақ мен жүргенде жылдамдықты асыратындай оларда мүмкіндік те болған жоқ. Қар аяқ алып жүргісіз. Дегенмен көлікте белдік тағып отыруды ақтөбеліктер ұмытып кететін сияқты. Бұл қаланың халқы несімен ерекшеленеді дегенге келер болсақ, оны өздері айтсын.
Ақтөбе халқы өте еңбекқор, өте мейірімді, және де Ақтөбе халқы осы өнер жағынан, спорт жағынан өте мықты. Осы Асылхан Төлепов, Жалғас Смағұлов, Сергей Морозов секілді спорт, өнер саласында жүрген түрлі ағаларымыз бар. Сол жағынан өте өнерге, спортқа өте жақын халық жалпы Ақтөбе. Солай айта аламын. Рахмет. Жақсы, рахмет, сау. Ақтөбе халқы өнерге жақын екені рас. Бұл қаладан елімізге танымал талай жұлдыздар шыққан. Тіпті ата әлемге әйгілі тұлғалар да осы қалада туып өскен. Солардың бірі өзіңіз білетін ерекше дауысты әнші Димаш Құдайберген. Құрметті көрермен, мен Димаш оқыған музыкалық колледжге барып, тұрған үйі және балалық шағы өткен ауданға барам. Сондықтан менің видеоларымды үзбей көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ал мен қазір қаланың негізгі көшесі Әбілхайыр хан даңғылына келдім. Ақтөбеде Әбілхайыр хан даңғылы осы қаланың ең негізгі көшесі. Егерде Ақтөбеге келетін болсаңыздар, қыдырсаңыздар, осы көшенің бойын араласаңыздар болады. Мен қазір сол көшенің бойында жүрмін. Басқа қалалардағы сияқты Ақтөбеде де елордадағы нысандардың макетін кездестіресіз. Міне солардың бірі Астана паркіндегі хан шатырдың көшірмесі. Еліміздің әр қаласынан Нұр-Сұлтанның бір бөлшегін көруге болады. Астана паркіне қарама-қарсы бетте тұңғыш президент паркі тұр. Совет үкіметі кезінде бұл саябақ Ленин атында болған. Тәуелсіздік алғасын парктың аты әрине өзгерді. Аумағы 42 гектар. Қазақ халқына алғыс стелласы да осы маңайда. Бұл стелла елімізді мекендейтін басқа этностар атынан салынған екен. Нысанды жергілікті кәсіпкерлер туған жер бағдарламасы аясында салғызыпты. Ескерткіштің биіктігі 30 метр. Астана паркінің оң қанатында Нұрғасыр мешіті бар. Бір қарағанда жаңа көрінгенмен мешітті салу бастамасы 1885 жылы көтерілген. 1900 жылы ғимаратты салуға 200-дей адам ақша бөлген. Сөйтіп 1901 жылы Алла үйінің іргесі қаланды. Байқағандарыңыздай, қаланың неке сарайы да осы жерде. Ақтөбеде халық саны қарқынды өсіп келеді деп мақтанғанымызбен, ажырасу көрсеткіші бойынша бұл қала елімізде 5-ші орында тұр. Жалпы елімізде әрбір 3-ші отбасы ажырасады. Ажырасқандардың 80%-дан астамының ортақ балалары бар. Отбасы құндылығын насихаттау мен идеологиялық жұмыстар жүргізу мақсатында Ақтөбеде анаға тағзым орталығы ашылған екен. Ол жерді де барып көруді шештім. Мен анаға тағзым орталығына келдім. Анаға тағзым орталығына келдім. Ішін көріп кетсем деймін. Кию керек екен. Маған Ақтөбеде бір ұнаған нәрсе, көп жерлерде бакелиямен кіреді екен да. Осы бакелиялардан біреуін алып кіремін қазір. Мен бір шараға тап болдым. Ендеше осы бүгінгі белсенділік топтар өздері ниет білдіріп, Еще в молодые годы, в 1965 году, за выдающиеся успехи в труде Камшату Нимбаевой было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серб Тимонда. Она являлась депутатом Совета бізде осы Камшат әжеміз болады ғой біздің. Тракторшы атымен танылған социалистік еңбек ері Камшат Дөненбаеваның құрметіне өтіп жатқан шара сияқты. Анаға
тағзым рухани адамгершілік кешені 2018 жылдың 21 қыркүйегінде ашылды. Бұл халықтың игілігіне туындаған тұңғыш ғимарат, баламасы жоқ, мұндай ғимарат еш жерде жоқ. Анаға деген құрметтен туындаған тұңғыш ғимарат. Ғимарат 3 қабаттан тұрады және бізде алынған түс тек қана ақ түс. Жалпы жиһаздар, айналаның барлығы ақ түстен алынды. Өйткені ақ түс анамыздың ақ жаулығы дейміз, ақ сүйегі дейміз, және мына қыз бала үйден ұзатылғанда кішірсіз пәктіктің символы ақ түсті көйлектен шығады. Бізде қазір тұрған зал, сіздер тұрған зал ана даңқы галереясы деп аталады. Бұл жер біздің қазақтың қазақ болып қалыптасуына, ұлтымыздың ұлықталып әлемдік аренаға шығуына бар саналы ғұмырын арнаған ұлы тұлғалардың аналарының портреттері қойылған. Әр портреттің өзінің тарихы бар. Бұл кісілердің балалары сіз үшін, біз үшін қызмет етті. Жесі бар. Міне бүгін біздер галерея толықты. Бірі міне механизатор қыз, тракторшы, 19 жасында тракторға отырған Камшат Байғазықызы Дөненбаева. Енді әр суреттің өзінің тарихы бар. Бұл жер анаға тағзым рухани адамгершілік кешенінің жүрегі десек